Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып математика пәні 12 сабақ. 3 таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңдар. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Сандарды оқы. Оларда қанша жүздік, ондық, бірлік бар. Сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз дейді. Балалар, гүлдің күлтелерінде бізде сандар жазылған, оларды оқып шығайық. 896, 869, 968, 986, 698, 689, 530, 305, 503, 350, 352, 235, 325, 523, 532, 253. Ал енді осы сандардың разрядты қосылғыштарын табайық. 896 санында 800-дік, 9 ондық, 6 бірлік бар, 800 қосу 90, қосу 6. 869 тең 800-дік, 6 ондық, 9 бірлік. 800 қосу 60, қосу 9. 968, 900-дік, 6 ондық, 8 бірлікке тең. 900 қосу 60, қосу 8. 986-да 900-дік, 8 ондық, 6 бірлік бар. 900 қосу 80, қосу 6. 698 тең 600-дік, 9 ондық, 8 бірлік тең. 600 қосу 90, қосу 8. 689 тең 600-дік, 8 ондық, 9 бірлік тең. 600 қосу 80, қосу 9. Әсі 305 тең 300-дік, 0 ондық, 5 бірлік тең. 300 қосу 5. 503 тең 500-дік, 0 ондық, 3 бірлік тең. 500 қосу 3. 350 300-дік, 5 ондық, 0 бірлік тең. 300 қосу 50. 530 тең 500-дік, 3 ондық, 0 бірлік тең. 500 қосу 30. Б-сы 352 тең 300-дік, 5 ондық, 2 бірлікке тең. 300 қосу 50, қосу 2. 325 тең 300-дік, 2 ондық, 5 бірлік тең. 300 қосу 20, қосу 5. 523 тең 500-дік, 2 ондық, 3 бірлік тең. 500 қосу 20, қосу 3. 532 тең 500-дік, 3 ондық, 2 бірлік тең. 500 қосу 30, қосу 2. 253 тең 200-дік, 5 ондық, 3 бірлік тең. 200 қосу 50, қосу 3. 235 тең 200-дік, 3 ондық, 5 бірлік тең. 200 қосу 30, қосу 5. Ал енді екінші тапсырмаға қараймыз. Қалай есептелгенін түсіндір. Есептеу тиімді болу үшін мыңдықтарды жүздіктерге, ондықтарға және бірліктерге қалай жіктеуге болады дейді. Балалар, баған түрінде көрсетілген, яғни бірліктер, ондықтар, жүздіктер және мыңдықтар. Қалай есептелгенін түсіндіріп көрейік. Бірлікке бірлікті, ондыққа ондықты, жүздікке жүздікті қосамыз. Яғни 7-ге 3-ті қоссақ 10 болады. 0-ін жазып 1 ойда. 5-ге 4-ті қоссақ 9, ойдағы 1 ондықпен 10 болады. Сонда 1 ойда, 7-ге 2-ні қоссақ 9, ойдағымен 10 болады екен. Осылай жазуымыз қажет. Үшінші тапсырма, мысалдардың бір қатарын таңда, есепте дейді. Мұнда 3 қатар мысал берілген, біз оның біреуін таңдап шығаруымыз қажет екен. Мен сендерге балалар барлығын шығарып көрсетемін. 582-ге 418-ті қоссақ 1000 болады. 715-ге 285-ті қоссақ 1000 болады. 519-ға 481-ті қоссақ 1000 болады. 245-ге 693-ті қоссақ 938 болады. 239-ға 377-ні қоссақ 616 болады. 755-тен 564-ті азайтсақ 191 қалады. 1000-нан 826-ны азайтсақ 174 қалады. 1000-нан 721-ді азайтсақ 279 қалады. Ал 1000-нан 173-ті азайтсақ 827 қалады. Төртінші тапсырма, есепті шығар. Көкөніс сататын дүкенде 455 кг сәбіз және 129 кг қызанақ болған еді. Көкөністердің біразы сатылғаннан кейін онда тағы 245 кг көкөніс қалды. Қанша килограмм көкөніс сатылды дейді. Балалар, қысқаша жазбасын жазамыз. Берілгені: сәбіз 455 кг, қызанақ 129 кг, қалды 245 кг, сатылған килограммды анықтауымыз керек. Ол үшін бірінші барлығын анықтап аламыз. 455-ге 129-ды қоссақ 584 кг, ал енді одан 245-ті азайтсақ 339. Жауабы 339 кг көкөніс сатылды. Бесінші тапсырма.
сандар қатарының орналасу заңдылығын тауып, оларды жалғастыр, келесі 3 санды ата дейді. Балалар, бұл заңдылықты анықтау үшін заңдылыққа сәйкес әрбір келесі сан қалай пайда болады? Қорытынды. Әрбір келесі сан қандай да бір арифметикалық амалды орындау арқылы шығады екен. Ал енді сандар қатарын қалай шығаруға болады? Бірінші қадам қатар тұрған екі санның айырмасын білу. Яғни 254 пен 250 сандарының айырмасын білсек, бұл 4-ке тең. Қатардың құрылу заңдылығын анықтау. Әрбір келесі сан алдыңғы саннан 4-ке кем. Демек, келесі сан алдыңғы саннан 4-ке кеміп отырған. Осы заңдылықтан басқа сандар қатарында орындалуын тексеру. 250-ден 246-ны азайтсақ 4 қалады. Заңдылық расталды. Осы заңдылықты пайдаланып қатардың келесі санын анықтау, яғни 246-дан 4 азайтсақ 242 саны шығады. Демек, келесі сан алдыңғы саннан 4-ке кем болып тұрады екен. Осы заңдылықты сақтай отырып, сандар қатарын анықтайық. 254, 250, 246, 242, 238, 234. Келесі сан 999, 888, 777. Яғни келесі сан алдыңғы саннан 111-ге кем. Сонда бізде 666, 555, 444 саны. Келесі 500, 450, 400. Демек, келесі сан алдыңғы саннан 50-ге кем. Сонда бізде келесі 3 сан ол 350, 300, 250 сандары. 6-шы тапсырма асы есепті шығар. Қала саябағында 230 терек өсіп тұр, ал қарағаш одан 25-ге артық. Қала саябағында барлығы қанша ағаш өсіп тұр дейді. Қысқаша жазбасын жазамыз. Терек 230, қарағаш белгісіз, теректен 125-ге артық. Барлығын анықтауымыз керек. Шешуі: бірінші қарағаштың санын анықтап аламыз. Ол үшін 230-ға 125-ті қосамыз, тең 355. Ал енді барлығын анықтау үшін терек пен қарағаштың санын бір-біріне қосамыз. 230 қосу 355 тең 585. Жауабы: қала саябағында барлығы 585 ағаш өсіп тұр. Тапсырмасы: жер теліміне 132 түп таңқурай, одан 50 түп кем қарақат, ал қарақаттан қарағанда 54 түп қарлыған артық отырғызылды. Жер теліміне қанша түп қарлыған отырғызылды дейді. Қысқаша жазбасы: таңқурай 132 түп, қарақат белгісіз, таңқурайдан 50 түп кем, ал қарлыған белгісіз, ол қарақаттан 54 түп артық екен. Балалар, бірінші қарақаттың санын анықтап аламыз. Ол 132-ден 50-ді азайтсақ 82 түп. Бұл қарақаттың саны, ал қарлыған одан 54-ке артық, сондықтан 82-ге 54-ті қосамыз, тең 136 түп. Жауабы: 136 түп қарлыған отырғызылды. Ал енді Б тапсырмасы: үйеңкінің биіктігі 70 дециметр, қарағаш 120 дециметр, терек 200 дециметр. Үйеңкі теректен неше дециметр аласа, қарағаш үйеңкіден неше дециметр биік, терек қарағаштан неше дециметр биік екен анықтау керек. Қысқаша жазбасы: үйеңкінің биіктігі 70 дециметр, қарағаштың биіктігі 120 дециметр, теректікі 200 дециметр. Ал енді үйеңкі теректен қанша дециметр аласа екенін, ал қарағаш үйеңкіден қанша биік екенін, қарағаштан терек қанша биік екенін анықтауымыз керек екен. Шешуі: 200 азайту 70 тең 130 дециметр, 220 азайту 70 тең 50 дециметр, 200 азайту 120 тең 80 дециметр. Ал енді жауабы: үйеңкі теректен 130 дециметр аласа, қарағаш үйеңкіден 50 дециметр биік, терек қарағаштан 80 дециметр биік. 7-ші тапсырма үй тұрғызу. Өрнектерді дәптеріңе баған түрінде жаз. Құрылыс жоспары: үйлердің шатырындағы цифрлардан ең үлкен және ең кіші 3 таңбалы сандар құрастыр, олардың айырмасын тап дейді. Балалар, бірінші шатырдан ең үлкен және ең кіші сандар бұл 975 және 579. Екеуін азайтатын болсақ, 5-тен 9-ды азайта алмаймыз, сондықтан 900-діктің біреуін 10-дыққа, 10-дықтың біреуін бірлікке береміз. Сонда мұнда 15 болады. 15-тен 9 азайтсақ 6, 16-дан 7-ні азайтсақ 9, мұнда 9 еді, 8 қалды, 8-ден 5 азайтсақ 3 қалады. Сонда 396. Ал келесі шатырдағы ең үлкен сан 864, кішісі 468. Ал енді 4-тен 8-ді азайта алмаймыз, сондықтан 100-діктің біреуін 10-дыққа, 10-дықтың біреуін бірлікке береміз. 14-тен 8-ді азайтсақ 6, 15-тен 6-ны азайтсақ 9, мұнда 7-ден 4-ді азайтсақ 3 қалады. Мәні 396-ға тең. Келесі 8-ші тапсырма асы баған түрінде жаз және есепте, әсі түсіндіре отырып есепте дұрыстығын тексер дейді. 354 қосу 247 тең 601-ге, 895 азайту 325 тең 570-ге, 455 қосу 545 тең 1000-ға, 647 азайту 239 тең 408-ге, 1000-нан 414-ті азайтсақ 586, 785-ге 125-ті қоссақ 910.
Ал енді ә тапсырмасы 325 қосу 168 тең 493-ге. Оны тексеретін боламыз. 493 азайту 168, 325. Келесі 729-ға 235-ті қоссақ 964. Тексерсек 964 азайту 235 тең 729. 900 азайту 214 тең 686-ға. Ал енді тексереміз. 686 қосу 214 тең 900. 975 азайту 135 тең 840. Тексереміз. 840 қосу 135 тең 975. 138 қосу 678 тең 816. Ал енді тексереміз. 816 азайту 678 тең 138. 810 азайту 217 тең 593-ге. Тексереміз. 593 қосу 217 тең 810-ға. 9-шы тапсырма есепті шығар. Алматы қорығында өсімдіктің 970 түрі бар, ал Батыс Алтай қорығында өсімдіктің түрі одан 87-ге кем. Батыс Алтай қорығына қарағанда Бурабай ұлттық мемлекеттік табиғи саябағында өсімдіктің 126 түрі кем. Бурабай табиғи саябағында өсімдіктің қанша түрі өседі дейді. Қысқаша жазбасы. Алматы қорығында 970, Батыс Алтай қорығында белгісіз, Алматы қорығынан 87-ге кем. Бурабай саябағында белгісіз, ол Батыс Алтай қорығынан 126-ға кем екен. Шешуі: бірінші Батыс Алтай қорығындағы өсімдік санын тауып аламыз. Ол үшін 970-тен 87-ні азайтамыз тең 883. Ал енді 883-тен 126-ны азайтсақ 757. Жауабы: Бурабай табиғи саябағында өсімдіктің 757 түрі бар. 10-шы тапсырма ауызша есепте. 5.000 қосу 45.000 тең 50.000, 20.000 қосу 10.000 тең 30.000, 125.000 азайту 20.000 тең 105.000, 78.000 қосу 12.000 тең 90.000, 900.000 азайту 600.000 тең 300.000, 290.000 қосу 310.000 тең 600.000, 77.000 азайту 21.000 тең 56.000, 58.000 азайту 45.000 тең 13.000, 45.000 азайту 11.000 тең 34.000. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.